Так, келесі 23-ші есеп. 23-ші есепте арай, берік және сәкен бойларын салыстырды дейді. Арайдың бойы беріктің бойынан 5-4. То есть арайдың бойы беріктің бойының 5-4-ке көбейткен кезде, 5-4-ке көбейткен кезде арайдың бойына тең дейміз. Ал сәкеннің бойының 10-нан 9-ға көбейтсең, тоже арайдың бойына тең. То есть арай беріктің 5-4 бойының 5-4-не, сәкеннің бойының 10-нан 9-на тең ғой енді. Енді балалардың бойын өсу ретімен орналастырыңыз дейді. То есть беріктің бойы енді значит жерде 5-4 аяққа жіберсек, керісінше бөлу болып барады да, көбейту болған кезде орындары ауысады ғой. 4-5-не тең арайдың бойының. Ал сәкеннің бойы арайдың бойының 9-дан 10-на тең. То есть 4-5 пен 9-10-ды салыстыра саламыз ғой просто. 9-10. Былай көбейтеміз жаңағыдай. 9-ды 5-ке көбейтсек 45, 4-ді 10-ға көбейтсек 40. То есть 45 үлкен, значит 4-5 үлкен. То есть беріктің бойы үлкен деген сөз, потому что ол арайдың бойының үлкенірек, то есть 4-5-ке үлкен болған кезде ол сәкеннің бойына қарағанда үлкенірек болып тұр. Түсіндір ғой ана бөлшектері, потому что 4-5 үлкен болған үшін. То есть арай ол енді ең кішкентай екен, түсінікті. Одан кейін сәкен, одан кейін берік. Сонда болады. Бірінші сағат автобус 24-ші себеп. Бірінші сағат автобус бүкіл жолдың 40% жүріп өтті, екінші сағатта жолдың 3/1 жүрді, ал үшінші сағатта қалған 28 км жол жүрді. Так, мынаяқта x деп біз бірінші барлық жолды алып алайық. Барлық жол x-ке тең. Енді бірінші сағатта олар 40% жүріп өтті деп тұр. 40%-ын табу үшін, x-тің барлығының 40%-ын табу үшін 100-ден 40-қа көбейтеміз, оны білеміз дейді. 100-ден 40-ты қысқартқан кезде 5-2 болады ғой. Значит, бірінші сағатта 5-2x километр жол жүрді деген сөз. Екінші сағатта барлық жолдың, тоже барлық жолдың, қалғанына аномалия тұрған жоқ. 3/1 жүрді дейді. Значит, 3/1x жүрді деген сөз, километр. Так, ал үшінші сағатта 28 километр жүрді дейді. То есть, енді үшеуін қоссақ, бірінші сағатта, екінші сағатта, үшінші сағаттағын қоссақ, барлық жол шығады ғой, дейді, x шығады ғой. Сөйтіп енді шығарамыз теңдеу қылдырып. Так, бәріне 15 бере саламыз ғой. Так, ұшына 3 берейік, 5 берейік. 15-тен неше болады? 11x плюс 28 тең x-ға. Мына ана жаққа жібереміз, азайтамыз. Сонда 28 тең 15-тен 4x-ке. x табу үшін мынаны 2 көбейтіліп тұрған үшін яққа бөлеміз. 28-ге бөлген кезде орындар ауысып көбейтіледі. 2 қысқартамыз 7, x тең 105 км. То есть барлық жол 105 км-ге тең деген сөз. Түсінікті ғой? Енді 25-ші есеп. 25-ші есепке ұқсас есептерді көп шығардық біз негізі. Бүтін мәндерінің қосындысын табыңыз дейді. Арасында x-тің бүтін мәндері, ол -17 қоя алмайсыз, потому что -17-тен үлкен болу керек қой. -16-тан бастап қоясыз. Қосу -15, қосу -14, қосу -13, қосу деп кете береді, дұрыс па? Сосын мына жаққа келеді, 11, қосу 12, қосу 13-ке дейін барады. Дұрыс қой? Енді 14 өзі қоя алмайсың, потому что 14-тен кіші болу керек. Енді қараңдар, -13 пен +13-ті қосқан кезде екеуі жойылып кетеді, 0 болады. Жаңағы +12 мен мына жақта -12 бар, сонымен қысқартсақ, қоссақ жойылып кетеді. Сөйтіп -11 мен +11, -10 мен +10 деп ортасынан бәрі жойылып кетеді. Тек қана мына үшеуі ғана қалады. Ол үшеуін қосқан кезде -45 шығады. Бұндай есептерді көп шығардық. Так, 26-ші есепте нүктелер берілген, mn деген. Так, мысалы, біреу берілген -8-ден 3 дейді. То есть x ол -8, y ол 3. Нүкте болсын. Екіншісі ол x-те 2 дейді, y-те белгісіз. mn түзуі ордината осіне перпендикуляр дейді. То есть ордината деген мынау мана жаңа айттық қой, y ол ордината. Оған перпендикуляр болу үшін ол тіке болу керек, несі. m мына жерде болса, n мына жерде болу керек. То есть тіке болу керек. Значит, олардың y-тары бір-бірімен тең болу керек. Мына 3 болса, мына жақта 3 болу керек, чтобы перпендикуляр болу үшін. Сонда 3 дейміз. То есть сонда мынадан қарап не түсінеміз? Ордината осіне перпендикуляр болатын болса, бір түсу, олардың y-тары тең болады. Ал егер абсцисса осіне перпендикуляр болатын болса, олардың x-тары бір-бірімен тең болады деген сөз. Так, осында 3 болады. Келесі 27-ші есеп, негізі оңай есеп, бірақ сендер x пен y-ті тауып отыратын болсыңдар, ұзақ уақыт отырасыңдар. Одан қарағанда былай шығара салған оңайырақ қара. Екеуін қосып жіберсеңдер, просто дымды істемей 2x болады, қосу 2y тең -4 болады. Сонда 2-ні жақшанысына шығарамыз, x плюс y
тең минус 4. 2-ні мына жаққа бөлген кезде x қосу y тең минус 2 болады. Сонда бірден шығады. Ал сендер x тауып, потом y табатын болсаңдар, көп уақыт өтіп кететін болады. 1,5 минутта үлгере алмайсың, скорее всего. Сол үшін осындай нәрселерді көре алу керек всегда бірден. Оны көре алу үшін көп есеп шығару керек. Так, келесі 28-ші есеп. Мына көбейтінді берілген, дұрыс емес жүрін табыңыз. Оңай ғой, 35-ке бөліне екен табу үшін қысқартасың просто. 7, 3 қысқарады, значит бөлінеді дейміз. Сосын 63-ке бөлемін қараймыз. Екеуін қысқартамыз 3, екеуін қысқартамыз 5. Қысқарады, значит ол да емес. 65-ке қысқартып қараймыз. Екеуін қысқартамыз 3, 13 қысқармайды. Значит қысқармайтын болса ол бөлінбейді дейміз. С болады. Түсіндір ғой, Так, келесі. Қаңтар айында алма бағасы 30% қымбаттады, ал ақпан айында тағы 20% өсті. 2 айда алма бағасы қанша пайызға өсті? Мынандай есептер шығардық. X-ті көбейтеміз. 30% қымбаттаса, ол 100-ден 130 деген сөз. 100-ден 130 болады. Дұрыс па? Өйткені 30% қымбаттаса, 100% нәрсесі 30% қымбаттаса, ол 130% болып кетеді ғой. Ал бір заттың 130%-ын табу үшін оны 100-ден 130-ға көбейту керек. Бұның бәрін біздер сабақта өтіп тастадық уже. Сол үшін әрқайсысына өтіп отырмаймыз. 20%-ға өскен болса, 120, 100-ден 120-ға көбейту керек. Сонда, так, мыналарды ондық бөлшек ретінде жазасайын, чтобы оңай болсын. Негізі сразу сөйтіп жаза салуға болады, түсінікті болу үшін бүйтіп жазып тұрамын ғой. Сонда екеуін көбейткен кезде 1,156x болады, дұрыс па? Ал 1,156 деген сөз ол бізде 156%, потому что бір бөлшекті пайызға айналдыру үшін 100-ге көбейту керек. Енді ол айтып тұр ғой сендер, бағасы қанша пайызға өсті дейді. Қанша пайызды құрайды емес, қанша пайызға өсті дейді. Егер қанша пайызға өсті, қанша пайызға артты, қанша пайызға азайды, кеміді деген сияқты сұрақтар болса, онда 100%-бен разницасын қараймыз. Екеуінің арасын табу керек. Значит, 56%-ға өсті деген сөз. Пайызға өсті. Сонда мынау болады. Егер сендер d-ны белгілеп қойсаңдар, ол қате болып кетеді. Түсіндір ғой? Келесі 30-шы есеп. Түбірлерінің қосындысын табыңыз. 3 минус x тең 4-ке. Модульдағы 4. Минус 4 ол 4-ке тең ғой. Модульді шығару үшін екі жаққа бөлеміз. 3 минус x тең 4-ке. 3 минус x тең минус 4-ке. Так, минус x тең 1-ге, x тең минус 1-ге. Минус x тең минус 7-ге, x тең 7-ге. Екеуін қосқан кезде 1 минус 1 мен 7-ні 6-ға тең болады екен. Так. 31-ші тағы да функция берілген. Негізі осындай функция көп болады ма екен білмеймін енді. Бірақ осыған дейін келген есептер ғой енді. Бір нұсқада біреу болса да әйтеуір келу керек деген сөз. Так, екі функция берілген. Функциялардың қиылысу нүктесі қай координата ширекте орналасқан дейді. Қиылысу нүктесін табу үшін, екі функцияның қиылысу нүктесін табу үшін, ол мынандай ғой, мысалы, біреу былай кетіп барса, біреу былай кетіп барса. Қиылысу нүктесі деген мынау, дұрыс па? Ал графикте графиктегі нелер, түзудегі әр нүкте, олардың жауаптары. То есть, қиылысу нүктесін табу үшін екеуін бір-біріне просто теңестіресіңдер. Ой, минус 3. Тең 3x плюс 1. То есть, екеуін бір-біріне теңестіресіңдер, шығарасыңдар, x тауып аласыңдар. 2x тең 4, x тең 2. X-ті таптық. Ол значит, x2-де болған кезде координатасы қойын қазір. Қиылысады деген сөз. Енді y табу үшін или мына жаққа қою керек, или мына жаққа қою керек. Бәрі екеуінде де бірдей шығады. Y тең 3 көбейту 2 плюс 1, 6, 7-ге тең. Значит, y ол 7-ге тең, x ол 2-ге тең дейміз. Мына x-ті мына жаққа қойсаңдар да бәрі ол 7-ге тең болады. Екеуінде де бірдей сан шығады. То есть, енді мына нүктені табу керек. X-ті 2-ге, y-ті 7-ге тең болатын. Қай координатада? Қай неде ширекте екенін табу керек. Мына 2, 7, ол мына жердегі нүкте ғой. Осы жерде қиылысады деген сөз ғой. Значит, осы ширек ол бізде бірінші ширек болады да. Бірді береміз. Бізде мынау бірінші ширек, мына жағы екінші ширек, мына жер үшінші, мынау төртінші. Очередпен мына бірден басталады да. Очередпен түседі сол жаққа қарайды. Так, мынау оңай есеп өздерің шығарады. Так. 33-ші есеп. Фигура бірдей квадраттардан тұрады. Квадраттың қабырғасы 0,5 сантиметр. Осы фигураның ауданын табыңыз. Значит, біреуінің ауданын тауып аласыз. 0,5 көбейтеміз 0,5-ке. Ол бізде 0,25. То есть, мына біреуінікі 0,25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 0,25-ті 16-ға көбейткен кезде бізде 4 шығады. Значит, 4 сантиметр квадрат болады деген сөз. Берілген қатынастарының қайсы өзара тең дейді. Мына жерде понятно. Мына екеуін қысқартсақ
9-ға 0,9-ға қысқартуға 4/3. Екеуін 1,5-ке қысқартсақ 4/3 болады. Сонда 2 мен 3 1-бірімен тең деген сөз. Жүйесінің қанша шешімі бар дейді. Мынаны шығару үшін тоже екеуін қоса саласыңдар. Екеуін қосқанда 0, мынақты қосқанда 0. Тең 14-ке. 0 тең 14 деген ол қате ғой, дұрыс емес қой. Значит, ол жерде шешімі жоқ деген сөз. Егер ол жерде x пен y жойылып кетіп дұрыс болса, өте көп шешімі болуы мүмкін. Так, 36-шы есеп оңай. 18 ұл және 13 қыз бала бар. Қыздар бүкіл сыныптың қандай бөлігін құрайды? Бүкіл сыныпта, значит, екеуін қосқан кезде 31 оқушы бар. Қыздар 13-ші. 31-ден 13-ші қыздар деген сөз. Так, сөрелерде 3 қатар бар. Бірінші қатарда А құрал, бірінші қатарда А құрал. Екіншісінде біріншіге қарағанда 7 құрал артық. Мынадан қарағанда 7 артық болса плюс 7 деген сөз. Ал үшінші қатарда екіншіден 4-ке кем дейді. Үшінші қатарда мына екіншіден 4-ке кем десе А плюс 7-ден 4 азайтамыз. Сонда А плюс 3 болады. Барлығы қанша құрал дейді? 3-ін қосамыз, сонда 3А плюс 10 болады. Қысы деген сөз. Жолдың жалпы ұзындығы 30 км. Келесі есеп. Турист бірінші күні жолдың 2 бөлігін, екінші күні қалған 3 бөлігін дейді. То есть не сияқты ғой, жаңағы қатынас сияқты шығарамыз. 2х 3х тең 30-ға, 5х тең 30-ға, х тең 6-ға. То есть бір бөлігі 6 км деген сөз ғой. Екінші күні қанша километр жүрді дейді? Значит, 3-ті көбейтеміз 6-ға, тең 18 км. Значит, олар екінші күні 18 км жүрді дейміз. Бірінші күні табу үшін 6-ны 2-ге көбейту керек еді. Так, 18. 39-шы есеп. Шырын 200 грамм қант пен 800 грамм судан дайындалды. Шырындағы қанттың пайыздық мөлшерін табыңыз. Шырын деген, значит, общий қосқанда 1000 граммды ғой, значит, шырын. Ол 100% ғой енді өзі. Шырындағы қанттың деп тұр ғой. Қантты табу үшін енді қант бізде 200 грамм қанша пайыз екенін табамыз. Бүйтіп көбейтеміз. 200-ді көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 1000-ға. Қысқартамыз 10, қысқартамыз 20. 20%. Шырынның 20% қант деген сөз. Так, соңғы есеп, 40-шы есеп. Автосалонда 3 түрлі 25 автокөлік бар. Toyota, Mercedes-Benz, Audi көліктер бар, да? Mercedes-Benz маркалы көліктер Toyota санының 40%-ын құрайды. То есть Toyota, Mercedes-Benz и Audi. Toyota'ны X деп алайық. Mercedes-Benz Toyota'ның 40%-ын құрайды. Мынаның 40%-ын табу үшін оны 100-ден 40-қа көбейту керек. Қысқарта салайық, 5-тен 2 болады, да? Сонда 5-тен 2 X деген сөз Mercedes. То есть Toyota'ның 5-тен 2 бөлігін құрайды деген сөз. Audi маркалы көліктер Mercedes-Benz санының 3-тен 2 бөлігін құрайды. То есть Audi Mercedes-тің 3-тен 2 бөлігін құрайды. Mercedes-ті 3-тен 2-ге көбейткен кезде Audi шығады. Значит, 15-тен 4X болады. Audi-дің бөлігі 15-тен 4X. Енді мына 3-ін қоссақ, Toyota X, Mercedes-Benz 5-тен 2X, Audi 15-тен 4X. Сонда бізде барлығы 25 көлік шығады деген сөз. Сонда қосылған кезде мынаған 3 береміз. Ол бізде 15-тен 6 болады. Сонда 1,15-тен 6. Дұрыс қостық па? 15-тен 10 ғой, қосқан кезде. X болады, тең 25-ке. X тең, мынаны ана жаққа бөліп жібереміз. Сонда бізде 15-тен 25 қой енді. Қысқарып кетеді да. X тең 15 болады деген сөз. X тең бізде не? Ол бізде Toyota деген сөз. Бізде Toyota'ның неше көлігі бар деп тұр? Значит, 15 көлігі бар деп бар екен. Егер Mercedes-Benz тапқымыз келсе, 15-ті 5-тен 2-ге өту керек. Потому что ол 5-тен 2 X еді ғой. 6 Mercedes-Benz бар. Audi табу үшін 15-тен 4-ті 15-ке көбейту керек. Сонда 4 Audi көлігі бар деген сөз. Енді мына не керек емес, просто қалай табу керек екенін көрсетіп барлық есеп түсінікті деп ойлаймын. Егер түсінбей қалған есептерім болса, тағы да маған WhatsApp-қа жазсаңдар болады, сұрасаңдар болады. Сабаққа келген кезде сұрасаңдар болады. Тағы да басқа сұрақтарым болса да сұрасаңдар болады.